Математика пәні 34-ші сабақ. Өткенді бекіту, жақсылық пен жамандық. Бұл сабақта шамалар арасында бөлу кестесін есептер шығару үшін қолданасыңдар. Бірінші есеп: мысалдарды есептеп, олардың мәнін өз суретімен орналастыр. Мақалды оқы. Жолдасынан 5 көбейтілген 7 тең 35, көреді 7 көбейтілген 8 тең 56, басынан 9 көбейтілген 6 тең 54, жақсы 5 көбейтілген 9 көбейтілген 5 тең 45, жаман 9 көбейтілген 3 тең 27, өз 6 көбейтілген 8 тең 48, көреді 6 көбейтілген 7 тең 42. Яғни бізге айтады, өз суретімен орналастыр. Ендеше өз суретімен 27, 35, 42, 45, 48, 54, 56. Жаман жолдасынан көреді, жақсы өз басынан көреді деген мақал шықты. Екінші есеп: оқушылар сатушыға көкөніс пен жемістің массасын есептеуге көмектесті. Керекті формуланы жаз, есепті шығар. 4 жәшік 28 килограмм, 1 жәшік неше килограмм? 28-ді 4-ке бөлеміз, 7 килограмм. Жауабы: әр жәшікте 7 килограмм жеміс бар. 1 жәшік 6 килограмм, 54 килограммда неше жәшік бар? Яғни 5. 54 бөлінген 6 тең 9. Жауабы: 54 килограмм алмұрт 9 жәшікке бөлініп салынды. 1 жәшік 8 килограмм, 7 жәшік неше килограмм? 8-ді 7-ге көбейтейік, 56 килограмм. Жауабы: 7 жәшікке 56 килограмм алма салынды. Үшінші есеп: есепті шығар. Кестеге қараймыз. 4 жәшік апельсин 24 килограмм. 3 жәшік мандарин неше килограмм? Массасы бірдей. 1 жәшіктің массасы бірдей дейді. Енді 24-ті 4-ке бөлсек 6 килограмм. Бұл 1 жәшік апельсиннің массасы. 6 көбейтілген 3 тең 18. Бұл 3 жәшік мандариннің массасы 18 килограмм. Төртінші есеп: салыстыр. 7 көбейтілген 6 артық 5 көбейтілген 6-дан. 6 көбейтілген 8 тең 8 көбейтілген 6. 5 көбейтілген 7 артық 7 көбейтілген 3-тен. 3 көбейтілген 7 кем 6 көбейтілген 6-дан. 48 бөлінген 6 тең 2 көбейтілген 4-тен. 54 бөлінген 6 тең 18 бөлінген 2-ге. 3 көбейтілген 7 қосылған 7 тең 7 көбейтілген 3 қосылған 7. 7 көбейтілген жақшаның ішінде 39 азайтылған 36. Жақша жабылған кем 7 көбейтілген 3 қосылған 6-ға. Жақшаның ішінде 17 азайтылған 10, жақша жабылған көбейтілген 3 кем 7 қосылған 7 көбейтілген 3-тен. Салыстыруды болдық. Келесі бізде 5-ші есеп. Кесте бойынша есеп құрастыр, оны шығар. 1 жәшіктің массасы бірдей, саны 6 дана 9 дана және жалпы массасы 42 килограмм және белгісіз килограмм. 6 жәшік 42 килограмм, 9 жәшік неше килограмм? 42-ні 6-ға бөлеміз, 7 жәшік 7 килограмм. Бұл әр жәшіктің массасы. 7-ні 9-ға көбейтеміз, 63 килограмм. Бұл 9 жәшіктің массасы. Жауабы: 9 жәшіктің массасы 63 килограмм. Ал енді кері есептер құрастырып көріңдер. 1 жәшіктің массасы 9 килограмм, саны бірдей, жалпы массасы 63 килограмм. 1 жәшіктің массасы белгісіз, саны бірдей, массасы 56 килограмм. 1 жәшік 9 килограммнан 63 килограмм, екінші жәшік белгісіз килограммнан 56 килограмм. Жәшік саны бірдей дейді. 63 9-ға бөлеміз 7, бұл жәшік саны, 56-ны бөлеміз 7-ге, бұл 8 килограмм. 2 жәшіктің массасы. Жауабы: 2 жәшікке 8 килограммнан салынды. 1 жәшіктің массасы 4 килограмм, 8 килограмм, саны 6 дана белгісіз және жалпы массасы бірдей дейді. 1 жәшік 4 килограммнан 6 жәшік, екінші жәшік 8 килограммнан белгісіз жәшік. Яғни 6-ны 4-ке көбейтеміз, 24 килограмм жемістердің массасы. 24-ті 8-ге бөлеміз, 3 жәшік. 2 жәшіктің саны, яғни екінші жәшіктің саны 3 дана. Алтыншы есеп: жақша ашылған 24 бөлінген 3 қосылған 125, жақша жабылған азайтылған 27 бөлінген 9 тең 130. Бірінші жақшаның ішіндегі бөлу амалын орындаймыз. 24-ті 3-ке бөлеміз 8, 125-ке 8 қосамыз 133.
Келесі жақшаның сыртындағы 27-ні 9-ға бөлеміз 3. Жақшаның ішінен 133 шықты, одан 3-ті азайтамыз 130. 32 бөлінген 4, қосылған жақшаның ішінен 200 азайтылған 4 көбейтілген 9 жақша жабылған тең 172. Алдымен жақшаның ішіндегі көбейту амалын орындаймыз. 4-ке 9 көбейтеміз 36. 32 жақшаның сыртындағы бөлуді орындаймыз. 32 бөлінген 4 тең 8. Және жақшаның ішіндегі 164-ке 8-ді қосамыз 172. 200 азайтылған 5 көбейтілген 8 қосылған 120 тең 280. 5 көбейтілген 8 тең 40, 200 азайтылған 40 тең 160. 160-ға 120-ны қоссақ 280 болады. Бұл жерде алдымен көбейту амалын орындады, сосын азайту, сосын барып қосу амалын орындады. 6-шы есептің соңғы нұсқасы 95 қосылған жақшаның ішінде 100 азайтылған 55, жақша жабылған бөлінген 5 тең 104. Яғни 100-ден 55-ті азайтсақ 45, я? 45-ті 5-ке бөлсек 9. 95-ке 9 қоссақ 104. Өрнектің мәнін тап. Жақшаның ішінде 4 қосылған 5 көбейтілген 5 тең 45. 4 қосылған 5 көбейтілген 5 тең 29. 4 көбейтілген 6 қосылған жақшаның ішіне 2 қосылған 6 тең 32. 4 көбейтілген жақшаның ішіне 6 қосылған 2 қосылған 6 тең 38. 8 көбейтілген 6 азайтылған 4 бөлінген 2 тең 46. 8 көбейтілген жақшаның ішінде 6 көбейтілген 4 жақша жабылған бөлінген 2 тең 8. 7-ші есепті болдық. Балалар 8-ші есепке қарайықшы. 3 қорапта қарындаш, қалам, фломастер немесе қалам бар. Қорап сыртындағы жазулардың жалған екені белгілі. Қай зат қайсысы қорапта жатуы мүмкін? Фломастер немесе қалам, қарындаш, қарындаш қаламда жатуы мүмкін. Қалам фломастерде жатуы мүмкін. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін артымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.